Салем достар, біз бүгін өте оңай салат әзірлейміз. Сол үшін бізге қажет болатын жұмыртқа. Жұмыртқаға тұз саламыз. Осы тұз жеткілікті. Келесі кезекте жақсылап сарысын бірдей массаға айналдырып жібереміз. Осы жеткілікті. Келесі кезекте жуылып дайындалып тұрған қиярларымызды тураймыз. Мінекей достар, біз осындай жұқа таспа етіп тұрып алдық. Ал енді келесі кезекте әрқайсысын ұзын жолақ етіп тураймыз. Мінекей. Салатты барлық адам істейді, бірақ әр адам әрқандай етіп сыр қосатын адамдар болады. Бірақ біз бүгін шұжық, кез келген басқа колбасаның түрін ала берсеңіздер болады. Пісірілген шұжық, қақталған шұжық, неше түрлі болады. Біз бүгін осындай шұжық, жұмыртқа және қияр майонезден жасаймыз. Омлетная лента деп айтып жатады. Омлетті таспа, жолақша, қазақшасын әркім өзі қалау бойынша аударып алған. Мінекей. Барлығын осылай қиярдың барлығын осылай ұзынша етіп турап алдық. Келесі кезекте шұжықты да тазалап аламыз қабығынан. Мінекей, бұны да дәл қияр сияқты осылай ұзынша етіп турап аламыз. Өте нәзік екен. Асықпай турап аламыз. Негізі көбінесе пісірілген шұжық қолданылады. Табамыздың астын қосамыз. Май құйып қыздырып, одан кейін жұмыртқамызды қуырып аламыз. Көп май құймаймыз. Осы май жеткілікті. Енді қызғанша жұмыртқамызды құйып жібереміз. Бір минут көлемінде тұрады, астын өшіріп тастайсыздар. Өзі соның ыстығына пісе береді. Мінекей, жұмыртқамызды жұқалап осылайша қуырып алдық. Енді жұмыртқаны бұлайша жақсылап орап, жұқалап ұзынша етіп тураймыз. Мінекей. Жұмыртқамызда тұз бар, шұжығымызда да тұз бар. Сол себепті тұз қоспасаңыздар да болады. Бірақ өзі біледі. Осылайша істеп қойсақ дұрыс болады. Енді осының барлығын майонезбен араластыру ғана қалды. Мінекей.
Мінекей достар, біз салатымызды араластырған жоқпыз, себебі су бөлініп кетеді. Мінекей. Астарыңыз дәмді болсын. Видео көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Біздің осындай салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.